Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ауызда үлбіреп тұратын нәзік осындай воздушный сметанник дайындайтын боламыз. Бұл пирогты сіздер тіпті тапсырысқа, яғни заказға пісірсеңіздер де болады. Рецепт оригинал және де дайындалу жолы өте оңай әрі тез. Сондықтан менімен бірге дайындап көріңіздер. Граммдарын, мөлшерін төменде жазып қалдырамын. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен пирогымыздың үгітілмелі қамырын дайындаймыз. 220 грамм ұнды електен өткізіп дайындап қоямыз. Және де бізге 100 грамм морозильниктен, яғни мұздатқыштан шыққан сары май қажет болады. Менде 82%-лық осындай закрома сары майы. Дәл осылай майымызды ұнға аунатып отырып, үккіштен өткізіп аламыз. Пирогтың қамырына осылай 82%-лық немесе 72%-дан төмен болмайтын сары майды қолданыңыздар. Сол кезде песочный тестомыз дәмді шығады. Енді осылай ұн мен майды бір араластырып жібереміз, және де осы сәтте бір шай қасық ұн қобыстқышты, яғни разрыхительді салып араластырамыз. Бізде көріп тұрғандарыңыздай осындай әдемі крошка пайда болады. Енді бөлек бір ыдыстарға қазір 2 жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп ажырататын боламыз. Жұмыртқаның салатын ыдыстарыңыз міндетті түрде таза, құрғақ, ешқандай су, май тимеген болу керек. Сонымен қатар жұмыртқаны осылай ажыратып жатқан сәтте де сарыуызынан да кішкене болсын ақуызға тамып кетпеу керек. Ақуызды қазір пирогымыздың ортасына, яғни начинка ретінде пайдаланатын боламыз. Ал енді сарыуыздың үстінен 20 грамм бөлме температурасындағы судан құямыз. Сонымен қатар ванильный сахардан, яғни ваниль қантынан да шамамен бір шай қасықтай қосамыз. Және де кәдімгі шекерден, яғни қанттан да 60 грамм салып, барлығын жақсылап кішкене ерігенше венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Мінекей дайын болды. Енді осы массаны жаңағы крошканың үстінен құйып, барлығын жақсылап араластырып, біркелкі қамыр илейтін боламыз. Басқа артық ұн немесе су ештеңе қосып қажет емес. Осылай жақсылап араластырып отырсаңыздар, өзі біркелкі қамырға айналады. Бұл қамыр универсал, яғни кез келген песочный тестомен жасалатын пирогтарға пайдалана берсеңіздер болады. Мінекей қамырымызды илеп алдық, қолға ешқандай жабыспайды, өте нәзік, жұп-жұмсақ қамыр. Енді осы қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа бір 10-15 минутқа қойып қоямыз. Ал оған дейін біз пирогымыздың ортасындағы салмасын дайындаймыз. Таза, құрғақ ыдысымызға жаңағы 2 жұмыртқаның ақуызын салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Және де осы сәтте жай-жайдан осылай 60 грамм қантты салып отырып араластырамыз. Және де миксердің де жылдамдығын арттырып отырамыз. Біздің жұмыртқалы массамыз әппақ болып көпіріп, 2 есе ұлғаю керек, және де өзінің бойын ұстайтындай болу керек. Мінекей осындай меренга пайда болады бізде. Егер жұмыртқаның ақуызына жаңағыдай су, май тамып кететін болса, меренга дұрыс шықпай, бұлай көпірмей қалуы мүмкін. Сол себепті мұқият болыңыздар. Енді бөлек бір ыдысымызға 20 немесе 25%-лық қаймақтан 300 грамм бөліп салып аламыз, осылай өлшеп. Одан кейін үстінен 100 грамм сгущенка саламыз. Мен осындай D фирмасының сгущенкасын қолданамын. Негізі барынша сапалы қаймақ, сапалы сгущенка қолданғандарыңыз дұрыс. Енді осының үстінен 15 граммдай ұн саламыз. Ұнды міндетті түрде қосыңыздар. Барлығын жақсылап біркелкі болғанша лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Мінекей дайын болды. Енді осы массаның үстінен жаңағы меренгімізді салып аламыз. Құрметті көрермендер, егер каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, менің осындай қазақ тіліндегі керемет рецепттерімді, тегін мастер-класстарымды жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Осылайша біз қаймақ пен меренганы жоғарыдан төмен қарай лопатканың көмегімен біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді пісіретін формамызды дайындаймыз. Менде бұл жерде 24 сантиметрлік форма. Сіздер кез келген 22, 24, 26 сантиметрлік формаларды қолдана берсеңіздер болады. Пергамент қағазын төсеп, қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, осы формамыздың ішіне біркелкі етіп жайып төсеп аламыз. Негізі оқтаумен жайып салсаңыздар болады. Ең бастысы бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалмау керек. Қамырымыздың мінекей төсеп алдық. Енді орталарын шанышқының көмегімен осылай басып шығамыз.
Видео рецепт сіздерге ұнап жатса немесе пайдалы болып жатқан болса, міндетті түрде тегін лайктарыңызды аямай басып, өз пікірлеріңізді жазып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Енді ортасына жаңаға дайындап алған начинкамызды саламыз. Беттерін бір-бір лопаткамен осылай тегістеп қойсаңыздар болады. Және де әсемдік үшін қаласаңыздар, кез келген жидек түрін қоссаңыздар болады. Егер жидек болмаған жағдайда ештеңе қоспай-ақ осы күйінде салып пісіре берсеңіздер болады. Егер жидектерді қосатын болсаңыздар, қазір пирогтың ішінде суы ағып және де пирогымыздың беттері жарылып тұрмас үшін осылай жарты шай қасықтай жүгері крахмалын қосып араластырып аламыз бірінші. Одан кейін пирогымыздың беттеріне әдемілеп осылай салып шығамыз. Салып алғаннан кейін пирогымызды алдын ала 160 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минуттай пісіреміз. 160 градустан жоғары градуста пісірмеңіздер, өйткені пирогтың беті піскеннен кейін жарылып кетуі мүмкін. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып пісіп шықты. Енді формадан бірден босатпаймыз. Толықтай бөлме температурасында суытып, одан кейін барып босата берсеңіздер болады. Және де бірден кеспей, суығаннан кейін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып алыңыздар. Өте әдемі, дәмді және де тез дайындалатын пирог, сонымен қатар тапсырысқа, заказға пісірсеңіздер де болады. Ең бастысы барлығын көрсетілген мөлшер бойынша салып, жаңағы айтып өткен заңдылықтарын сақтап отырып пісіретін болсаңыздар, сіздерден де бір жасағаннан осылай керемет болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді бұл пирогтың дәмі ауызда еритін өте дәмді, нәзік пирог. Және де бір пісіргеннен кейін қайта-қайта пісіре беретініңізге және де туысқандарыңыз қайта-қайта жасап беруін сұрайтынына сенімдімін. Сондықтан жасап отбасы мүшелеріңізді қуантып қойыңыздар. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, төменде өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар.